Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті экран артында көрермен. Сіздермен бүгін діни терминдарды таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін имам барысында сөз қозғаймыз. Имам араб тіліне аударғанда алда бастаушы, басқарушы, ұйымдастырушы ұғымын әкеледі. Имам жалпы моральдық деңгейдегі ізгілік және де Алла тағала бұйырған құлшылықтардың басы қасында бастаушысы. Өздеріңізге білесіздер, қазақта ту ұстаған батыр да, жыр жырлаған ақын да, ел басқарған хандар да имамдардан, медреседен сабақ алған. Яғни имамның екінші ұғымы ұстаз. Имамның негізі қызмет ету ортасы ол Алла үйі, яғни мешіт болып саналады. Мешітте Алла бұйырған намаздар құлшылықтарында басында болады, уағыздарда басында болады, және де осыларды діни негіздерді халыққа жеткізуде басы қасында болатын имамдар. Имам рухани тұлға болып саналады, және де елге үлгі. Имамдар қазіргі өмір менен ақыреттің жалғаушысы, ұстаз болып саналады. Назарларыңызға рахмет.